әйел адам бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен деп айтып жатыр. Ашуы іске қосылған кезде ақылы жұмыс жасамай қалады деп әжем айтатын бұрын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі энергия арулар бағдарламасына шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Менің есімім Айнұр. Қазіргі уақытта Ақтөбе қалалық электр желілер басқармасының кабельдік желілер қызметінде жабдықтарды есепке алу жөніндегі техник маманы болып қызмет атқарам. Негізі энергетика саласында өзімнің жұмысымды 2015 жылы абоненттік бөлімде бақылаушы, яғни контролер маманы болып жұмысқа тұрған болатынмын. Ең бірінші кабельдік желілер қызметі ол электроэнергияны қосалқы подстанциялардан тұтынушыларға дейін қауіпсіз жеткізу, яғни бір нүктеден екінші нүктеге дейін оқшауланған сымдар арқылы жеткізу жүйесі болып табылады. Қағазбен жұмыс, сызбалар, солардың барлығын орындау болып. Біздің службада кілең ер адамдар жұмыс жасайды. Оның ішінде мен өзім жалғызбын. Бірақ балдардың мейрамына келген кезде мен кішкене абдырап қалам. Не сыйласам болады, өйткені олар 20 балада біздерде, ал мен жалғызбын. 7 мамырда барлық 20 балаға бірдей жалғыз өзі жарылып, мүмкіндігінше бізге мейрамымызбен құттықтап, әртүрлі сыйлықтар береді. 10 жылдан кейін өзімнің осы жақсы көретін жұмысымды болашақта жоғары дәрежеде көрсете білетін маман боламын деп ойлаймын. Жұмыстан тыс уақытта балдарыммен серуендеп шығып жүргенді жақсы көремін. Кей жерде олардан кеңес сұрап жатқан кездерім де болады. Кітап оқығанды жақсы көремін. Атомдық әдеттер, яғни атомные привычки. Бұл кітапты оқуға баршаңызға кеңес беремін. Менің алғашқы тәлімгерім, ол менің жолдасым. Екеуміз бір салада жұмыс жасағандықтан көп білмеген нәрселерімді сол кісіден сұрап жатам. Ашуы іске қосылған кезде ақылы жұмыс жасамай қалады деп әжем айтатын бұрын. Сынға тіке қарау керек деп ойлаймын. Біздің жұмыстың бір ерекшелігі ол қоғамға пайдалы болу, адамдарға, халыққа, тұтынушыларға қызмет ету. Ер адамды да, әйел адамды да жаратты ғой. Тек ер адамдар болса, о жерде әдемілік болмас еді, о жерде өзінше бір тәртіп болмас еді. Бір орында тоқтамау, тәжірибе алмасу, сұрау, 7 рет өлшеп, 1 рет кестеп жоқ. Әріптестерімнің көмегі көп болды. Мен өзімнің әріптестерімнің қай-қайсысын болсын мақтан тұтып айта аламын. Работаем мы более 7 лет. Ее все ценят, потому что она единственная девушка в нашем коллективе, в мужском. Поэтому уважают, ценят ее за ее добросовестный труд. Ол әрқашан атқаратын маңызы өте зор. Халыққа қызмет етіп жатқандықтан, тұтынушылармен жұмыс жасайтын болғандықтан, энергетика ешқашан тоқтамайды, жалғасын таба береді. Сол себепті маңызы өте, атқаратын рөлі өте үлкен, өте зор. Мен келесі бағдарламада осы адамды көргім келеді.